Қайырлы күн, аман есенсіздерме, қазақ елі. Сіздерге бүгін өзімше бір қабырғадан бір тағам жасайыншы деп тұрмын. Қазір оған керекті заттар міне алдымда тұр. Чеснок дейміз ғой. Сарымсақтың құрғағы болса жақсы болар еді. Менде құрғағы таусылып қапты, сондықтан мына сол балғын чеснокты қосып жатырмын. Енді 3 зубчик дейді. 3 тісше чеснок қосып жатырмын. Оған міне 1 қасық томат пастасы. Оған міне паприка. Қазір тамақпен алысқан заман болды ғой. Тамақтың түр-түрі түрлендіріп көп емес, міне енді үлкен қасықпен жарты қасық десем болады. Міне паприка, мынау бұрышты. Бұл бұрыш бірнеше түрлі, міне дәмі ерекше екен. Мен өзім әдейі осыны алдым, көрейінші деп. Өте керемет екен, алсаңыздар. Ішінде бірнеше түрлі бұрыш болғандықтан дәмі ерекше екен. Істетіп көрдік. Міне кәдімгі күнбағыс майы. 1 қасық, 2 қасық, 2,5 қасық. Енді мұны жақсылап араластырамын. Оны енді бір 2-3 сағатқа қойып қоямын. Жарты лимонның суын қығып қосамыз. Міне қымбатты көрермендерім, менің маринатым аяқталды. Мына бетін пленкаменен жауып қояйын деп жатырмын. Жауып, енді 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямын. Қымбатты көрермендер, менің маринатым дайын болды. Бисмилля деп салайын. Аздап картоп салайын деп жатырмын. Деп салуды бастайық. Міне қымбатты көрермендер, қызып тұрған духовкаға, алдын ала қыздырып қойған духовкаға саламыз. Көрдіңіздер, астына да фольга салдым. Бұның четін бүйтіп ішіне қарай жымырып, солай істеген дұрыс. Қымбатты көрермендер, міне дайындадым. 140 градусқа 40-50 минут пісіруге болады. Міне қымбатты көрермендер, 1 сағат болды. Бисмилля деп ашайын.
Керемет болған сияқты. Енді бұны жыстырайын. Бисмилля. Сочный, мощный дегендей. Сочный, мощный болыпты. Дейтін болды ғой. Осындай сулы болғаны жақсы ғой. Міне қымбатты көрермендер, менің қабырғадан жасалған тағамым дайын болды. Егер де менің осы тағамым ұнаса, сіздер де дәл осындай етіп пісіріп көріп, маған пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.